Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында тауықтың етін маринадтап, пакетке салып, духовкада пісіретін боламыз. Өте дәмді, сочный болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Тауық етін мен барлығын жуып, бөлшекке бөліп алдым. Енді осының үстіне маги приправасын, тауық етіне арналған приправаны және паприканы, қызыл паприканы тәтті осыны қосам, ұнтақталған. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көре аласыздар. Чесногымызды, 3 тал чеснокты майдалап, турап қостым. Енді үстіне аз ғана майонез қосамыз. Майонезді көп қосудың қажеті жоқ. Осылай аз қоссақ жеткілікті. Және дәміне қарай қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, тұзымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, мен бұның барлығын мен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Сіздерде солай жасасаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Менде үйде кетчуп бар екен, содан аз ғана кетчуп қосатын боламын. Егерде сіздерде кетчуп жоқ болса, қосудың қажеті жоқ, міндетті емес. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда өте қарапайым рецепттің түрлері бар тағамдардың. Кіріп көріп жасап көрсеңіздер болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін тауық етімізді бетін жауып 2 сағатқа, 1,5-2 сағатқа мариновать етіп қойсаңыз болады. Менде 1,5 сағат өтті, міне дайын болды маринадымыз. Енді духовканың бір листін алып, оның үстіне арнайы духовкада пісетін пакетикке тауықтарымызды барлығын салып аламыз. Барлығын салып болғаннан кейін аузын жақсылап жауып қоямыз, ашылып кетпейтіндей етіп. Окорочкаларымыздың барлығын қаз-қаздан қойып, осылай тауық етімізді бетін жақсылап жабамыз. Және қызып тұрған духовкада 200 градуста 50 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстық тамақ ретінде бұны қасына гарнир қойып, осы пакеттің ішіндегі шыққан суын подлив ретінде пайдалансаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды болып келеді. Міне, біздің тауық етіміз дайын, сочный, дәмі керемет шықты. Холодный закусканың қасына қойсаңыздар да болады осылай. Немесе ыстық тағам ретінде қасына кез келген гарнирді қойып ұсынсаңыздар болады. Жаңа пакеттің ішіндегі су қалады, сол суды гарнирдің үстіне құйып берсеңіздер өте дәмі керемет шығады. Сау болыңыздар.